Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз дөңгелек салфетка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін менің мастер-класс көрсететін жібім Иран жібі. Ол үшін осылай кольцо алып аласыз. Осы кольцоның ішіне 12 столбик, с накидом 12 столбик тоқимыз. Әуелі 2 воздушный петля көтеріп аламыз. 1, 2. Осы жерге мынау бір столбик болып есептеледі. Енді осы жерге 11 столбик тоқимыз с накидом. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай 12 столбик с накидом 12 столбик тоқып шығамыз. Мінекей біз 12 столбик тоқып алдық. Енді осы бастапқы көтерілген ілмекке осылай бір ілмекке осылай өтіп аламыз. Енді екінші қатар тоқимыз. 1, 2 воздушный көтерілеміз. Накид және осының дәл түбінен, осы көтерілген столбиктің дәл түбінен тағы бір с накидом столбик тоқимыз. Сонда біз бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Енді накид келесі ілмекке, тағы да келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Біреу, осы ілмекке тағы да біреу. Екінші қатарымыз сонда мына әр ілмекке 2 столбикпен тоқумен аяқтайтын боламыз. Накид келесі ілмекке тағы да 2 столбик. Әр ілмекке 2 столбик тоқитын боламыз. Сонда бірінші біз 12 столбик көтерген болатын болсақ, екінші қатарымызда 24 столбик көтереміз. Осы қатарды аяқтап болғасын столбиктарыңызды санап шықсаңыздар да болады. 24 болу керек міндетті түрде. Осыны айналдырып аяғына дейін тоқып шығамыз. Неке біз екінші қатарды да тоқып келдік. Мынау жаңағы мына жерде артында қалған жіпті мінекей. Осыны мен қатарға қосып тоқып жіберем. Енді мынандай қыттай ғана қалған остатокты осылай қиып алып тастасақ та болады. Бірге қосып тоқи алмасаңыздар, кейіннен инемен де өткізіп арасына қойсаңыздар болады. Енді мынау столбик, екінші столбик, соның мына жақ қапталындағы ілмек біздің қосылған ілмек болып табылады. Осы ілмекке осылай бір ілмек болып қосылғанбыз. Неке біздің екінші қатарымыз шықты. Енді үшінші қатарға көтерілеміз. 2 воздушный көтерілеміз. Неге 2 воздушный демеңіздер? Себебі мен айттым, Иран жібімен тоқып отырмын. 3 воздушный көтерсеңіздер, онда мына жерлеріңіз әдемі шықпай қалады. Иран жібімен тоққанда осылай 2 воздушный көтерілсеңіздер жарайды. Ал егер жіптеріңіз қалың,
жуан жіп болса, онда 3 воздушный көтеріліп тоқисыздар. Енді 3-ші қатар накид дәл осы воздушный петляның дәл түбінен осылай бір столбик көтересіз. 2 столбик болды. Сонда бізде бұл бір ілмекте 2 столбик деген сөз. Енді келесі ілмекке бір ғана столбик көтерілеміз. Накид. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осы ілмекке тағы бір столбик. Накид. Келесі ілмекке бір ғана столбик тоқимыз. Келесі ілмекке 2 столбик. Келесі ілмекке бір столбик. Сонда 3-ші қатарымызды сонда бір ілмекке 2 столбик, келесіне 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, келесіге 2 столбик, келесіге 1 столбик, сонда кезек-кезек келесіге 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик болып, осы 3-ші қатарды аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 3-ші қатарымызды тоқып келдік. Мінекей мына столбиктің мына жақ басындағы ілмек осы біздің қосылатын ілмегіміз болып табылады. Осыған осылай бір ілмекке қосыламыз. 2 воздушный. Накид. Енді осының түбінен осылай бір столбик көтерілеміз. 2 столбик болды. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған тағы бір столбик тоқисыз. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Жаңа біздің тоқыған мына 3-ші қатарымыз 36 столбик болады. Сонда міне мынауымыз 12, 12-ге 12-ні қоссаң 24, 24-ге 12-ні қоссақ мында 36. Енді келесі столбигіміз 48 болу керек. Енді мына жерде мінекей 2 столбик тоқыдық. Одан кейін дара біреу, қайттан 2 столбик бір ілмекке 2 столбик, келесі ілмекке 1 столбик, келесі ілмекке 1 столбик. Енді келесі ілмекке 2 столбик тоқисыз. Сосын дара 1 столбиктен келесі ілмекке 2 столбик, солай 48 столбик тоқып шығатын боламыз. Түсінікті қылып айтқан сияқтымын. 2, біреу, 2, біреу. Осылай 4-ші қатарды аяқтаймыз. 4-ші қатарды 48 столбикпен аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 4-ші қатарды тоқып келдік. 48 ілмек, 48 столбик болу керек. Міндетті түрде әр қатарды тоқып болғаннан кейін
столбиктарыңызды санап отырыңыздар. 48 столбик тоқып шықтық, 4-ші қатар. Енді келесі 5-ші қатарға өтеміз. Екі воздушный, сол ілмектің дәл түбінен осылай столбигіңізді көтересіз. Енді мына жерде бір ілмек, мына жерде екі ілмектен, мына жерге 2-ге 1, 2-ге 1, 2-ге 1. Келесіде мына жерде 2-ге 2, 2-ге 2 тоқыған болсақ, енді мына жерде 2-ге 3 тоқимыз. Не 2 ілмек тоқыдық, 2 столбик тоқыдық, бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқып аламыз. Дара ілмектерге 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3 столбик тоқимыз. Қайттан 2 столбик тоқимыз бір ілмекке. Дара 1 столбиктен тоқимыз. Осылай аяқтайтын боламыз. Енді келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик, келесі ілмекке дара 1 столбик. Мына жерде мінекей бір ілмекке 2 столбик тоқып алдық. Дара 1, 2, 3, дара 3 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі бір ілмекке, мына бір ілмекке 2 столбик тоқиыз. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Енді дара 3 столбик тоқимыз. Әр ілмекке 3 столбик. Бір ілмекке 1 столбик, бір ілмекке 2 столбик, бір ілмекке 3 столбик. Бүйтіп қарап отырсаңыздар көрініп тұрады. Енді келесі бір ілмекке 2 столбик тоқимыз. Осылай осы кругты айналып тоқып шығамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді 12, 12, 12, 12. Мынамыз 48 болды. 48-ге 12-ні қосқанда 60 бола ма? Сол 60 столбикті осылай тоқып шығасыз. Сонда әр қатарға 12 столбиктен қосылып отырады ғой, яғни 12, 24, 36, 48, 60, 72, сол 72 қатар осылай тоқып шығуымыз керекпіз. Әр қатарға 12 столбиктан қосылып, сонда 72 столбик қатар тоқитын боламыз. Қазір енді мынаны осыны тоқып бітіргенде бізде 60 столбик болу керек. Мінекей біз 5-ші қатарымызды да тоқып келдік. Осылай көтерілген ілмекке қосылып аламыз. Екі воздушный. Енді біз жаңа бірінші қатарда 2-ге 3 тоқыған болсақ, енді 2-ге 4 тоқимыз. Осы ілмекке, осы столбикке, столбиктің түбіне тағы біреуін тоқимыз. Сонда бізде мінекей 2 столбик болды.
Енді дара-дара 4 столбик тоқимыз. Дара-дара әр ілмекке, дара-дара әр ілмекке 4 столбик. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик тоқимыз. Дара ілмекке. Міне 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Келесі ілмекке дара 1 столбик. Сонда мінекей мына жерде екеуін тоқыдық. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық мінекей. Сосын дара 1, 2, 3, 4 столбик тоқыдық әр ілмекке. Енді келесі ілмегімізге 2 столбик тоқимыз. Мына ілмекке 2 столбик тоқимыз. 1, 2. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Келесі ілмекке 1 столбик. Мінекей. Енді келесі ілмекке 2 столбик. Дәл осыған тағы 1 столбик. Осылай осы қатарды да аяқтайтын боламыз. Яғни 2-ге 4. Бір ілмекке 2 столбик. Дара-дара 1, 2, 3, 4 столбик. Бүйтіп ашып қарап отырсаңыз көрініп тұрар жанында. Одан кейін 2 столбик тоқыдық мінекей. Одан кейін дара 1, 2, 3, 4 дара тоқыдық. Бір ілмекке 2 столбик тоқыдық. Мінекей. Бүйтіп қарап отырсаңыз да көрініп тұр бәрі мінекей. 2, 1, 1, 1, 1. Мінекей 2 столбигіміз тұр мінекей. 1, 2, 3, 4. Мінекей 2 столбигіміз тұр. Осылай 2-ге 4 столбик тоқып, барлығы 72 столбик тоқып, осы қатарды аяқтайтын боламыз. Мінекей біз 72 столбик тоқып алдық. Енді осы көтерілген жерімізге осылай бір ілмекке тағы бір ілмек аламын да мына жағын осылай қатты тартып қатырып осы жерден қиып алып тастаймын. Енді біз гүлдің айналасын, салфеттің айналасын әсемдейтін боламыз. Ол үшін мен осындай түс алдым.
Енді мынау жаңағы біздің аяқтаған жеріміз. Осы жерден 1, 2, 3 ілмек қалдырамын да, осы 4-ші ілмектен осы жерден мен бастап кетемін. Мынандай ілмек алып аламыз. Осы жерге 2 воздушный, 1, 2 воздушный көтерілеміз. Бұл бір столбиктің рөлін атқарады. 2 воздушный емес, бір столбиктің рөлін атқарады. Енді тағы да 5 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Накид аламыз. Және жаңағы бастаған жерімізден 1, 2, 3 ілмек қалдырамыз да, 4-ші ілмекке бір столбик тоқимыз. Бес воздушный. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный. Накид. Тағы 3 ілмек қалдырамыз. 1, 2, 3. С накидом бір столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай 3 ілмек қалдырасыз. 3 ілмек қалдырасыз. 5 воздушный, бір столбик, 5 воздушный, 3 ілмек қалдырып, осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Мінекей біз аяғына дейін тоқып келдік. Енді анаға көтерілген 2 воздушныйымыз бір столбик болады дегенбіз. Сол жерге біз осылай бір ілмекке осылай қосылатын боламыз. Енді осы жерге тағы 5 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный көтерілдік. Енді мына тоқымамызды екінші бетіне айналдырамыз осылай. Қазір жіптерді бірге тоқып жіберетін боламыз. Мына артқы беті, міне артқы бетіне айналдық. Енді мына столбиктің төбесіндегі ілмекке осылай іліп аласыз. Бір ілмек келсеңіз де болады, или осылай столбик қылып ілсеңіз де болады. Тағы бір воздушный көтерілеміз. Енді қайттан оңына қараймыз. Тоқымамыздың қайттан оңына қараймыз. Енді осы мына жоғарғы көтерілген мына аркаға 10 столбик тоқимыз. Бізде біреуі бар, мінекей. Енді 9 столбик тоқып шығамыз. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик тоқыдық. Енді мына тұрған столбигімізге 8 столбик тоқимыз. Осыны енді таяқша деп атасақ та болады. Осы таяқшаға 8 столбик тоқимыз. Мына жібімізді осы таяқшаға бүйтіп бірге ұстап алсаңыз, сонымен бірге тоқып жіберсеңіз болады. Осы таяқшамызды өзіңізге ыңғайлап осылай ұстап аласыз. Мына таяқшаны осылай ыңғайлап өзіңізге ұстап алыңыз. Енді осыған 8 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Егер жіптеріңіз қалың болса, 6-7 таяқша столбик тоқсаңыз болады. 8. Енді жаңа басында бастағанымыздай, енді мына тұрған таяқшамыздың төбесіндегі ілмекке осылай іліп аламыз. Осылай бір ілмекке іліп алып, тағы 5 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Неке 5 воздушный көтерілдік. Енді екінші бетіне былай қаратамыз. Және мына осының осы басына осы жерге келіп қосыламыз. Осыны сәл осылай ысырып, мен осы жерден осылай іліп алатын болам. Тағы бір воздушный көтерілеміз. Енді оңына қараймыз да, осы мына жоғарыдағы жаңа соңғы тоққан аркамызға 10 столбик тоқимыз. Осыны қайталаймыз.
біреу бар, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Енді мына тұрған, осы тұрған столбик таяқшамызға 8 столбик тоқимыз. Осыны осылай ұстап алыңыз, өзіңізге ыңғайлап осы жерге 8 столбик тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Енді осылай ары қарай қайталап кете бересіздер. Мына тұрған столбиктің осының басындағы ілмекке іліп аласыз. Осылай бір ілмекке іліп алсаңыз болады. 5 воздушный көтерілеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Екінші бетіне айналамыз. Мына жерге осылай іліп аласыз. Екінші бетіне айналамыз. Енді осы жерге 10 столбик тоқисыз. Мінекей осылай, дәл осылай қайталап аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей біз күлімізді аяқтадық. Жиегімізді міне соңғы 8 столбикті де тоқып келдік. Енді осыны осы жерге қосып сегіз соңғы столбигіміз. Осыны осы жерге келіп қосып осылай бір ілмекке өткіземіз. Қатты тартып қатайтып алайық. Және тағы бір ілмекке өткіземіз де мына жағын қатты тартып бекітеміз. Осыны мен осы жерден қиып алып тастаймын.
неге бізде мынандай әдемі салфетка пайда болды? Осыны осы күйінде қалдырсаңыз да болады. Или мына 8 ілмектің астынан қоңырау тоқып шықсаңыз да болады. Міне мына артта қалып қойған мына арқаға қоңырау тоқып шықсаңыз да болады. Біз жүгімізді қиып алып тастадық, және оны былай артына өткізіп жіберіңіз де кейіннен осы мына арқаға бубончик тоққан кезде, мына арқаға қоңырау тоққан кезде осыған өйстіп қосып тоқып жіберсеңіз болады. Енді мына арқаға осылай мына жиегіңізді осылай артына қарай осылай өзіңізге ыңғайлап аласыз. Осы жерге инені осылай салып, бастапқы түске көк светімізді аламыз да осы жерге 6 или 5-6 столбик тоқимыз. 2 воздушный көтеріліп аласыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, 6 столбик тоқыдық. Енді міне мына басындағы ілмекке аламыз да осы ілмегімізді қосып осылай бір ілмекке өткізіп аламыз. Қатты тартып, мына жағында жіпті қатты тартып қатайтып қойыңыз. Енді 5 столбик көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі арқаға осы жерге де 6 столбик тоқисыз. Мына кет. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5 столбик тоқсаңыз да болады. Енді мен 6-мен бастап қойдым да 6 қыла берейін. 6. Енді міне мына басындағы ілген ілмекке осыған қосылып, осылай бір ілмекке қосыласыз. Қатты тартып бекітіп тастаңыз. 5 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный. Келесі ілмек, келесі арқаға накид.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Басындағы ілмекке іліп аламыз. Мына басындағы көтерілген бірінші столбиктің басындағы ілмекке қосылып аламыз. Тағы бір ілмек қосыласыз. Осыны ар жағын қатайтып бекітіп тастайсыз. 5 воздушный, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5. Енді келесі арқаға өтеміз. Міне біздің мына соңғы қалған жібіміз тұр. Осы жіпті осы арқаға осылай қосып ұстап отырып тоқып жіберіңіздер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Бірінші столбиктің басына осылай қосыламыз. Бес воздушный, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне дәл осылай осы дөңгелегіңізді аяғына дейін осылай айналып тоқып шығасыз. Бұны сосын болғаннан кейін осылай мынаның ортасына бүйтіп бер жағына, оң жағына өткізіп аласыздар. Осылай аяғына дейін өзіңіз аяқтап тоқып келеміз. Дәл осылай. Осылай пайда болу керек. Егер де мына қатты грубый болып көрініп тұрады десеңіз, онда 6 столбик емес, 5 столбик тоқып көріңіздер. Осыны аяғына дейін осылай тоқып келесіз. Или мына бубончиктер тоқымай-ақ осылай салфеткаңыздың өзін осылай қалдырсаңыз да өте әдемі көрінеді, нежный көрінеді. Енді осыны тоқып бастағаннан кейін аяғына дейін тоқып келейік. Неге біз аяғына дейін тоқып келдік, соңғы қоңырауымыз тоқыдық. Осылай 5 воздушный іліп аласыз да, бастаған арқаңызға осы жерге әкеліп бір ілмекке өтіп, тағы бір ілмек аламыз да, осының ар жағындағы жіпті қатты тартып, қатайтып, осы жерден қиып алып тастайсыздар. Осының бәрін осылай
оңына өткізіп шығасыз. Мінекей, бізде осылай осындай әдемі салфетка пайда болды. Осы розымен тоқсаңыз, қызылмен тоқсаңыз да өте нежный, әдемі көрінетін болады. Болашақта тағы да осындай керемет әдемі салфеткалар тоқып үйренетін боламыз. Мастер-класс жүргізетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Подписаться етіліп, лайк басып менімен бірге болыңыздар.